Оқиғасына байланысты елбасы қауіпсіздік кеңесінің отырысын өткізді. Алдымен қаза тапқандардың отбасына көңіл айтқан Нұрсұлтан Назарбаев оқиғаның себептерін мұқият зерттеп, кінәлілерді заң нормаларына сәйкес жазалауды тапсырды. Жиында зардап шеккен елді мекендерді қалпына келтіру шаралары жайы сөз болды. Сондай-ақ жергілікті атқарушы және құқық қорғау органдарының Қазақстан Халқы Ассамблеясы мен оның өңірлік филиалдарының жұмыс сапасына ерекше мән берілді. Қорғау органдарының да жіберген қателіктері бар. Жергілікті әкімшіліктер, облыс, аудан, ауыл әкімдіктері қайда болды? Біздің ассамблеямыз бар. Ассамблеяның ешқандай өкілеттік құқығы жоқ. Дегенменен сондай мәселелер шығады деген жерлерде ассамблея бәрін біліп отыру керек. Миссиясы түсіндіру әр жасқа, әр адамға Қауіпсіздік кеңесінің отырысында денсаулық сақтау министрі Елжан Біртанов елдегі коронавируспен байланысты жағдай туралы есеп берді. Кеңес төрағасы вирус төңірегіндегі жағдай Қытаймен қоса Қазақстан экономикасына теріс әсер етуі мүмкін екенін атап өтті. Сол себепті сыртқы фактордың ішкі нарыққа тигізетін салдарын барынша төмендету керек деді Нұрсұлтан Назарбаев.